Арайлымнан сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатырған банофи пайды жасап көрсететін боламын. Бұл торттың ерекшелігі пеште пісірмейміз, өте жылдам дайын болады, әрі құрамындағы банан, карамельдің дәмі ерекше болып, басқа торттардың ешқайсысына ұқсамайтын керемет торт жасап көріңіздер, өте жылдам дайын болады. Бізге қажетті ингредиенттерді видеоның астына жазып қалдырдым. Бізге печенье қажет болады, оны қолдың көмегімен майдалап, сосын блендерлеп аламыз. Егер блендер жоқ болса, салафанға салып, оқтаудың көмегімен езсеңіздер де болады. Блендерлеп алдық, енді үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Араластырамыз. Менде осындай ыдыс, осы ыдысқа банофи пайдың астыңғы қатарын жасауымыз қажет. Егер сіздерде кальцо болатын болса, сол кальцоға да жинасаңыздар болады. Видеодағыдай барлығын салып аламыз. Бір келкетіп жайып, қолымыздың көмегімен басып шығамыз. Және де мен жандарын жасап жатырмын. Видеода көргендеріңіздей жандарын жасап шығамыз. Тортымыздың формасы дайын. Вареная сгущенканы осылай видеодағыдай құйып шығамыз. Егер де сіздерде вареная сгущенкаларыңыз қою болатын болса, микроволновкаға салып, ерітіп алсаңыздар болады. Осылай бір келкетіп жайып шығамыз. Банандарымызды турап дайындап қоямыз. Видеодағыдай жасаймыз. Банандарды бір-бірлеп қойып шығамыз. Кремін жасап аламыз. 4 сағат бойы тоңазытқышта тұрған сливкиімізді, яғни 33% сливкиді құйып, оны миксерлеп аламыз. Миксерді өте жай бастап, сосын жылдамдығын біраз уақыт өткеннен соң көбейтеміз. Міне осылай өзінің формасын ұстайды. Сахарная пудраны, яғни қант ұнтағын 2 ас қасық салып, тағы да біраз миксерлейміз. Дайын болған кремді арнайы кондитерлік қапшығымызға салып аламыз. Ал енді видеодағыдай жасаймыз осылай. Банофи пай дайын. Сыртын өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен какао ұнтағын септім. Сіздер жаңғақты немесе шоколадты ұсақтап бетіне сепсеңіздер де болады. Банофи пай дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай рецепті болды. Дәмі керемет. Құрамындағы банан, карамельдің дәмі басқа торттардан ерекшелендіріп тұрады. Отбасыңыздың әрбір мүшесі ұнатып, жақсы көріп, сүйсініп жейтініне мен сенімдімін, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл видео сіздерге пайдалы болса, маған лайк басып, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесіде бұдан да көп рецепттер болады. Менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.